Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі программамыз Jamboard тақтасында жұмыс жасау. Google Disk деп жазамыз Googleға, содан кейін бет ашылады. Google Disk систему дегенге де кіреміз, сонда мынандай осындай бет ашылады. Мына оң жағында көп нүкте тұр ғой, сол жерге барып кіреміз. Астына қарай түссек, міне Jamboard деген белгі тұр. Осы Jamboard тақтаны аштық, міне мына бұрынғы жасап қойғаным. Оң жағындағы міне асты жағына барсақ плюс деген белгі тұр. Сары, қызыл, көк, сол плюс деген белгіні басамыз. Сонда бізге осындай тақта пайда болады. Выбрать фон дегенді таңдап аламыз. Осы жерден фонды қоятын боламыз. Егер бұл фонды қойғың келмесе, басқа жақтан загрузка жасасаң болады. Бұл жерде бетіміз дайын болды. Сол жақ қатарда шеңберді әкеп қойдым. Астындағы Т дегенді бассам, текст түседі. Бұл жерге жазуымды жазамын. Сол жақ қатарда бірінші қалам тұр. Қаламға кірсеңіз, қаламдағы түсті таңдайсыз. Қаламмен бетке жазу жасаңыз болады. Міне төрт бұрышқа келдім. Стикерға қажет сөзді жаздым. Мен сохранить деп сақтап қойдым. Сөйтіп стикерға қажетті сұрақтарыңыз, мәліметтеріңізді жазып, бетке қойсаңыздар болады. Оның да түсін таңдайсыздар. Сол жерде астында қаламнан кейін ластик тұр. Қажет емес нәрсеңізді ластикпен өшіріп отырасыз. Одан стрелканы таңдап алып бетті көрсетіп отырсаңыз болады. Таныстырым ең соңында лазер тұр. Ол тақтадағы таныстырымды көрсетіп отырасыз лазермен. Тек қана текст жазсаңыз болады. Міне Т дегенге барып келіп бетке қойып басып жазу жаздым. А деген жазудың астына кірсеңіз, осы жазудың түстерін таңдап отырасыз. Мен енді осы жерге мәліметті дайындап алам. Бұл бірінші беті. Автомат түрде шыға берсеңіз болады. Бұл Google Дискіде сақталады. Менікінің беті дайын болды мәліметтерім. Екінші бетке кірдім. Беттің жаңа фонын таңдап алдым. Жазуымды жазып, үшінші бетке ауыстым. Үшінші бетке сурет қойым. Выберите файлды таңдадым. Загрузканы басып, обзорға барам. Одан загрузка кіремді. Алдын ала дайындап қойған суреттерді таңдаймын. Суретті алдын ала дайындап қоясыз. Суретті көшіріп алып кеп қойғаннан кейін үлкейтіп, кішірейтіп өзіңіз ыңғайыңызға қарай жасап аласыз. Картаны қойдым. Келесі суретті таңдап жатырмын. Қаламмен осындай карталардың бетін көрсетіп, жазу жазып белгілеп отырсаңыз болады. Суреттеріне беті дайын болды. Жоғары жағындағы оң жағында үш нүктеге бардым. Скачать PDF файл дедім. Міне жаңа файл асты жағында көшіп тұр. Ол загрузкада тұрады. Сабақ дайындап көріңіздер. Сау болыңыздар.